Ал қызылордалық шаруалар су деңгейін ұялы телефонмен бақылау технологиясына көшті. Биыл Сырдария деңгейі төмен, сондықтан күрішшілерге судың әр тамшысын үнемдеуге мәжбүр. Тіпті қашыртқыдағы сапасыз суды екінші мәрте қолданып жатқандар да бар. Ал еккенімізді қайтсе күйдірмей сақтап қаламыз деп жан ұшырған кейбір шаруалар жаңа технологияның көмегіне жүгінуге кірісті. Күріш күтіміндегі тың тәсіл турасында тілшіміз сабақтайды. Бұл қондырғының ең тиімді тұсы су деңгейі туралы барлық ақпаратты ұялы телефон арқылы бақылауға болады. Яғни жан-жаққа сабылмай гидроқондырғыны қашықтан басқаруға мүмкіндік мол. Осы технологияға күрішші қауым жаппай көшсе, су бөлінісіне қатысты дау-дамай тыйылар еді дейді шаруашылық жетекшісі. Бүткіл суды Сырдариядан алып жатыр дейді. Сырдарияны сөйлетсең Жалағаш алып жатыр дейді. Жалағаш сөйлетсең Қармақшы дейді. Бір-біріне шілдейді. Бұндай технологиялар Шіркейлі каналынан прямой алатын отводтарға қойса ең құрығанда ол өте тиімді болады. Өйткені әр аудан бар, Жалағаш ауданы, Сырдария ауданы дейді, өзінің бекітілген жеріне ғана су береді. Оның тиімділігі сондай. Қазір жергілікті мамандар жаңа технологияның тиімділігін таразылауда. Егер егін науқанынан кейін көрсеткіш ойдан шықса, негізгі су арналарына осы қондырғыны орнату жоспарда бар. Сонымен қатар Жалағаш ауданы бойынша суармалы судың жолындағы кедергілерді азайту үшін 15 000 гектардан астам егін алқабын қамтитын су арналары мен қашыртқылар тазаланып жатыр. Жоба бойынша ірілі, кішілі 12,5 мыңдай тоспа жөнделеді. 300 километрге жақын су жүйелері, 300 километрге жақын қашыртқы жүйелері тазаланады. Су беру жүйелерінің тазалау жұмыстары 90%-ға аяқталды. Қашыртқы тазалау жұмыстары ол да 90%-ға аяқталды. Енді қазір негізгі жұмыстар су тоспа құрылыстарын салумен жүріп жатыр. Оның өзі 70-80%-ға қазір аяқталды. Ауданда күрішке қарағанда тіршілік нәрін аз қажет ететін картоп және бақша дақылдарының да көлемі артқан. Оның 18 гектарға жуығын тамшылатып суару арқылы өсіруде. Елдас Әбділда, Төрехан Қожахметов, Жібек жолы, Қызылорда облысынан.